Ал қыздар, біз сіздерменен бүгін енді Кодия печеньесін әзірлейтін боламыз. Бұл печенье өте ерекше және өте керемет дәмді болып шығады. Және заттары да қолжетімді заттар. Жасалу жолы да оңай, сондықтан сіздерде бір жасағанда керемет болып шығады деп ойлаймын. Және бұны сіздер үйлеріңізге қонақ күткенде және де сатуға жасасаңыздар болады, яғни дүкендерге өткізуге. Ендеше кеттік. Бізге ең бірінші ұн қажет болады. Ұн бізде егектен өткізілген, сары май бізде тағы да, және де сметана тағы да бізде 25%, және разрыхитель қажет болады. Мінекей, разрыхителімізді әдеттегідей сметанамызға салып, жақсылап араластырып, реакция жүргенше қойып қоямыз бөлек. Сонан соң барып ұнымызбен жұмыс жасай бастаймыз. Мінекей, ендеше ұнымызбен жұмыс жасайық. Бізде міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар. Және бізде сары май кәдімгі тоңазытқышта тұрған, холодильникте тұрған, яғни қатты бір еріп тұрған жоқ. Осыменен ары қарай жұмыс жасайтын боламыз. Жақсылап осылай қолымызбен жұмыс жасап, араластырып, песочный тесто дайындайтын боламыз. Сіздер екі қолмен жұмыс істесеңіздер де болады. Не болмаса, столдың үстіне түсіріп алып, солай жұмыс жасауға да болады. Мінекей, осылай ұнымыздың барлығын осы майымызға араластырамыз. Барлығы да толығыменен еріп кетеді арасында. Осылай мұшылап, тез барлығын осылай жасап аламыз. Мінекей, біз песочный тестомыз дайындап қойып, енді жаңағы реакция жүріп тұрған біз сметанамызды саламыз үстінен. Енді осыменен ары қарай жұмыс жасайтын боламыз. Мінекей, енді жақсылап астынан үстіне қарай жақсылап отырып араластырамыз. Бізде жұмсақ қамыр шығады. Және де тағы бір айта кететін қыздар, мен барлығын описанияға жазып қоямын, рецептіні, қанша грамм қажет екендігін. Бірақ егер де сіздерде осы жерде ұндарыңыз, ұндардың өздеріңіз білсеңіздер, ұндарда салмақтар әртүрлі болады. Мысалға, мен жазып қойған салмақ сіздердегі ұнға жеңіл болуы мүмкін. Сондықтан 20-30 грамм рөл ойнайды. Егер де сіздерде тым қатты сұйық болса, кішкене 20-30 граммдай ұн салып жіберіп едей беріңіздер. Онда тұрған еш нәрсе жоқ. Ол тым қатты сіздер рецепті бұзып алмайсыздар. Себебі бізде ұндардың салмақтары әртүрлі болуы мүмкін. Ендеше мен ары қарай столдың үстіне осылай ұн сеуіп, столдың үстінде жұмыс жасайтын боламын. Осылай түсіріп аламыз. Ыдысымыздан енді жақсылап тұрып столдың үстінде илейтін боламыз. Мінекей, қыздар, осылай ұнды сеуіп жіберіп, қолға жабыспайтын болғанша осылай илейміз. Мінекей, дәл осылай видеодағыдай қайтарып отырсаңыздар болады. Және де енді осы дайын болған тестомызды біз міндетті түрде 3-4 сағатқа тоңазытқышқа жібереміз. Міндетті түрде қойыңыздар. Бірден жұмыс жасасаңыздар, сіздерде печеньелеріңіз онша көтерілмей қалады. Сондықтан міндетті түрде 3-4 сағатқа қойып барып, сосын барып жұмыс істеңіздер. Мінекей, енді біз ары қарай осы тестамыз уже 3 сағат тұрды ғой, енді осыны бөліктерге бөлеміз. Осылай ұзынша етіп, бірінші ширатып аламыз тестіні. Енді 9 бөлікке бөлетін боламыз. Сіздерде 8 бөлікке бөлсеңіздер, шамалы қалыңдау болып кетуі мүмкін. 10 бөлікке бөлсеңіздер, тым қатты жұқа болып кетуі мүмкін. Сондықтан осы дәл видеодағыдай етіп 9 бөлікке бөліңіздер міндетті түрде. Барлығын осылай 9 бөлікке бөліп, тағы да бір домалақтап, әдемілеп қойып қоямыз бір жерге бөліп. Мінекей, осылай тарелкамызға барлығын домалақты 9 бөлігімізді бөлек қойып қоямыз. Енді осы тағы бір 10-15 минут күтеміз, кішкене өзінің несіне келгенше. Енді шетінен барлығын жайып жұмыс жасай бастаймыз. Бізде қамырымыз кішкене өз-өзіне келгенше арасына қосатын начинкамызды дайындай береміз. Мейіз барлығының граммдары жазылып тұр. Шекер астына жазып қоятын боламын. Және міне блендердан осылай жаңғақты өткіздім. Сары май және жұмыртқаның ағы
тек қана ағын салатын боламыз. Сары майымыз бөлме температурасында тұрған, еріген болуы қажет. Енді осыларды жақсылап араластыратын боламыз. Бұлар бізге начинкаға өте дәмді, күшті беру үшін осы заттардың барлығында қосыңыздар. Міндетті түрде. Осылай қолменен араластырасыздар. Себебі бізге май толықтай араласып кетуі қажет. Міндетті түрде осылай қолменен араластырыңыздар. Мінекей дайын болды. Енді осыны қазір біз начинка ретінде пайдаланатын боламыз. Енді біз осы тестамызды біртіндеп шетінен бастап жаятын боламыз. Оны сеуіп столдың үстіне бірінші бөлігімізден бастап жаятын боламыз. Мінекей осындай кішірек оқтауменен барынша енді жайған кезде біз доп-домалақ емес, сопағынша жаятын боламыз. Яғни бір ұзынша етіп жаюға тырысамыз. Овальный деп айтады ғой, мысалға, сондай овальный етіп жаюға тырысатын боламыз. Бізде теста бізде өте жұмсақ, нәзік, сондықтан жай-жай басыңыздар оқтаумен, әйтпесе жыртылып кете береді. Сондықтан жай-жай жұмыс жасауға тура келеді. Мінекей, қараңыздар, осындай үлкен сопақша етіп қамырымыз уже солай формаға келе жатыр. Мінекей, осылай жайып алдық. Бізге осы көлем болады және қалыңдығы да 1 мм болады. Мінекей қыздар, арқара енді жаңағы начинкамызды қасықпен алып, енді ұзынша етіп ұзына бойы ішіне молдау сала беріңіздер. Осылай қойып шығамыз. Мінекей қараңыздар, до края осы жерге дейін қойыңыздар. Мінекей. Енді біз шетінен қарасаңыздар, кішкене бір бөлігі бізде артықтау тұр. Біз осы шетінен бастап қайратын боламыз. Яғни осы шетінен бастап ішіне қарай, как рулет сияқты, екі жанында қайырып, сыртқа шығып кетпесімізге піскен кезде осылай орайтын боламыз. Кәдімгі рулет сияқты осылай орап шығасыздар. Мінекей, қараңыздаршы. Ешқандай қиындық жоқ, бірақ шоп бізде астына кету қажет. Сапалы пергамент қағазын төсеп, осылай табамызға қойып аламыз, ұзынша етіп. Мінекей. Келесі қамырымызда дәл осылай жұмыс жасайсыздар, қыздар. Сіздерге барлығы түсінікті деп ойлаймын, ешқандай қиындығы жоқ. Дәл жаңағыдай етіп жайып, ішіне начинкамызды салып, рулет сияқты етіп орап барып салатын боламыз. Мінекей, тағы да бір көрсетіп жіберейін. Артқы жағынан кішкене бөлігін алыңқырап қаласыздар. Солай сол жерінен бастап орайтын боламыз сондықтан. Мінекей, осылай начинкамыз салып аламыз. Начинкамыз салып, енді екі шетінен де кішкене ашық қалуы қажет. Бізге себебі қайырамыз. Біз бері қарай онда. Мінекей, қараңыздар, дәл осылай орайсыздар. Бір бетін жауып, екі шетінде жауып қайырып, мінекей. Дәл осылай жасайсыздар. Оңай, ешқандай қиындық жоқ. Енді жай ғана орайсыздар. Бізде жаңа айтқандай тесті өте жұмсақ, өте нәзік, сондықтан абайлап жасаңыздар да осы шофты астыңғы бөлігіне қарай қалдырыңыздар. Сонан соң апарып табамыздың үстіне дәл осылай жинастырамыз. Мінекей, екеу мен қазір қойып жатырмын. Араларын ашып қойыңыздар. Үшеу етіп қойсаңыздар, төртеу де салуға болады. Осы кезде пешімізді қыздырып қойып, пешімізге пісіріп алатын боламыз. Мінекей, менде табама төртеу сыйды. Енді жаңағы жұмыртқамыздың біз белогын салып жібердік, начинканың арасына. Енді сарысын осылай бетіне жапып шығамыз щеткамен. Барлық жандарына, барлығына тигізіп, әдемілеп жағып шығамыз. Мінекей, осылай барлығына жағып болып, пешімізге, қызып тұрған пешімізге салып, 170 градуста. Мысалға сіздерде егерде пештеріңіз әсел пеш болса, градусын өте аз етіп пісіріңіздер. Себебі бұның арасынан начинкасы бар, оның үстіне оралған болғандықтан арасы піспей қалуы мүмкін. Сондықтан барынша жай отта пісіресіздер. Және пісірген кезде де қып-қызыл болғанша пісіресіздер. Осы естеріңізде болсын. Егер конвекционный пештер болса, енді ол түсінікті, ол бөлекке. Ал енді әсел пештердің арасы жақын болады, сондықтан міндетті түрде ұзағырақ және асықпай пісіріңіздер. Енді осылай пышақпенен бетінгі бөліктерінен осылай кесіп шығасыздар. Осындай ұзынша етіп узорлар тастайсыздар. Бұл арасына ауа кіріп,
жақсы пісуі үшін қажет біріншіден. Екіншіден, қазір біз осы жерлерден піскен соң барып кесетін боламыз. Мінекей қараңыздаршы, дәл осылай барлық жеріне осылай кесіп шығамыз. Тіректер қалдырамыз, яғни, иә. Мен қазір пышақпен жасап жатырмын. Егер қаласаңыздар, алмаспен жасауға да болады. Сол кезде тереңірек әдемі қалатын болады. Мінекей, енді мен кунжутты сеуіп шықтым бетіне. Міндетті түрде кунжут сеуіп шығыңыздар, мақ сеуіп шығыңыздар. Мінекей, кунжутты барынша молынан сеуіп шығасыздар осылай. Мінекей қыздар, қараңыздаршы, бізде қандай әдемі болып пісіп шықты, иә? Өте жеңіл, қып-қызыл, өте әдемі болып пісіп шықты. Мінекей, осылай алып, кішкене суығанын күтеміз. Суыған соң барып, әдемілеп кесіп шығамыз. Мінекей, қараңыздар, жаңағы сызықтарымыз тұр, иә? Ең басын кішкене бірінші алып тастаймыз кесіп, иә? Одан кейін барлығын осылай қиғашынша кесетін боламыз. Қиғаш қылып кессеңіздер, сіздерде бір келкі әдемі болып көрінетін болады. Мінекей, арасынан начинкамызда анық көрініп тұр. Өте әдемі, өте дәмді. Қонақтарыңызды қуантсаңыздар болады. Менде мына жерде видеоға онша көрінбей қалды арасы піскен жері. Мінекей, дәл осылай кесе бересіздер барлығында. Пышақтарыңыз міндетті түрде өткірлеу болу керек, әйтпесе езіп тастайды. Мінекей, барлығын осылай қойып шығамыз. Үгітіліп тұр, бізде қамыр песочный. Мінекей, ешқандай қиындық жоқ, қыздар, барлығын осылай кесіп шығатын боласыздар. Ал қыздар, баршаңызға іске сәт, жасап көріңіздер. Сіздерде де өте дәмді, өте керемет кодия печеньесі шығатын болады.